13 ғасырда әлемнің жағрапиялық картасын алғаш сызған парсы ғалымы Мұхаммед Нәжіп ибн Бакранның Жаһаннама, яғни әлем кітабы туындысын қазақшалады. 2010 жылы Ақтаудағы Есенов атындағы университет қабырғасында парсы тілі кабинетінің ашылуына да мұрындық болды. Иран қазақтары туралы кітап жазды. Нияз Қартбайұлының Қазақстан жазушылар одағының мүшесі әрі педагогика саласының PhD екені оның тұлғалық тұрқын айқындаса керек. Нияз Қартбайұлы ағамыз атап өткенде, Иран жеріне көшіп барған қазақ қауымын алғашқыда ешкім бастан сипап арқадан қағып құшақ жайған жоқ. Себебі ол кезде парсы еліндегідей жағдай мәз емес тұғын. Яғни бөтен жерге бас сауғалап барған қара көздерде құжат болмады. 30 жыл азаматтық алмай сергелденге түскен. Біздің аталарымыздың барған кездері бірінші Пехлеви ғой. Риза Шах деген Риза Пехлевидің кезінде барған. Кейін ол өзіңіз білесіңіз ғой, екінші дүниежүзілік соғысы 43 жылдары үкіметтен кетіп, баласы келгеннен кейін жағдай біршама жөнделіп, біздің ағайын өздерінің белсенділігімен қоғамға араласқан, оқыған, тоқыған. Дин Мұхаммед атамыздың кезінде сол патша Осиякқа бір сапар келіп, сосын бір үлкен дастарханның басында, қонағасының басында Димаш атамыз сұраған ғой, осындай жылдары менің туыстарым бар еді, біздің азаматтар бар еді. Не қылдыңыз сол ағайындарға сіз үкімет ретінде дегенде, сонан кейін Иранның үкіметі қозғалып, сол сапардан келгеннен кейін біздерге азаматтық беріп, сөйтіп елге қосылған адамдарымыз 62-де, 63-де сол жылдары. Оның өзінен біршама жыл өтті, қазір 60 жылдай өтіп кетті. 65 жылдай болып қалды. Дін Мұхаммед Қонаевты айтып отырсыз ғой сіз, иә? Иә, Димаш атамыз ғой. Пехлевимен кездескен кезде осы мәселені көтерген ғой сонда. Осы мәселені Алматыда көтерген. Ол кісілер енді делегация болып сол кезде енді Кеңес одағы мен Иранның арасындағы, екі мемлекеттің арасындағы келісім шарттармен келген ғой. Сосын Мәскеуде болған, ең соңында сол бір жақсы жерде демалсын деп Қазақстанға жібергенде, үлкен дастарханның басында, қонағасының басында біздің Димаш атамыз сұрағанда сондай әңгіме болып, сол кісінің тікелей араласуымен біздің тағдырымыз өзгерген, азаматтық алғанбыз көп ұзамай, сосын оқуға түскенбіз, балаларымызды әскерлікке алған, жалпы айтқанда 62-63 жылдары болу керек. Мен ол кезде 4-5 жасымда, 15-16 жасымда. 1968 жылы Иранда өткен санақ кезінде 400 қазақ отбасы есепке алынған. Көбіне олар саны басым түркімен қауымдарымен қоңсылас орналасқан. 1979 жылы Иранды толық өзгерткен ислам революциясы кезінде Түркімен Сахра аймағының қазақтары тіпті түркі автономиясын талап еткен дегенде ақпараттар бар. Қазіргі күні Иранда 5-тен 7 мыңға дейін этникалық қазақтар бар деп есептеледі. Олар негізінен Горған, Гомбеде, Кавуз, Бендер түрікмен қалаларында қауымдасып өмір сүреді. Оның сыртында Тегеран мен Мешхет сияқты мегаполистерде де қазақтар көбейіп келеді.